әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Соңғы кезде ұйқым бұзылып, неше түрлі түстер көретін болдым. Не түстің шағым? Сізді көрдім. Үйіңізбен қоса түсіңізге де кіріп алдық па? Құдайма, я не істеп жүр екен. Үстіңізде жап-жаңа қап-қызыл керемет көйлек киіп апсыз. Құдай екеңіз бір тойда билеп жүр екен деймін. Күл болды. Жаңа көйлек тек түсімізде киетін болдық. Оған да шүкір айтайын. Қайырлы таң. Райхан, бізді бүгін тойға шақырған. Қане мына көйлек киіп көрші. Той? Дүкеннен өзім таңдап алдым. Қараш. Көйлек? Қалай? Ой, Құдай мені қой. Құтты болсын, Құдағың қалай болсын. Бүгін бәріңізді түсімде көрдім. Құдағи мына тойда қызыл көйлекпен жүр екен билеп. Бөкі, сіз үстіңізге шай төгіп апсыз. Және ұшақтан қалқыпты. Да, қош. Ең сұмдығы аман қабырғасын сындырып апты. Түстерімнің бәрі орындалды да. Құдағи, сіз осы көйлекпен тойда керемет болып жүрсіз ғой. Уайымдама. Қатты қобалжудың қажеті жоқ. Қобалжыма? Мен өзім айтып атым. Әбіке, сабыр. Бұл жай ғана түс қой. Қабырғаңыз аман болады. Тұрыспа, құда. Көрдіңіздер ме? Құрсын. Мен саған түс орындала бастады. Шал, Жәнел ұшақтан қалатын болса, сенің қабырғаң сынайын деп тұр ғой. Осыншама сөмке не үшін? Не үшін ес? Мынаның ішінде аяқ киім, ал мына сөмкенің ішінде косметика. Бір күнге аз болмай ма? Түсінші, бұл жай ғана сапар емес қой. Шетел инвесторларымен кездесу. Сондықтан бәріне дайын болу керек. Ал ана сөмке де не? Еш нәрсе, бұл сөмке бос. Осында апарасың ба? Енді қызықсың, бірдеңе сатып алсам. Қайда салам?
Satып алсам? Ештеңе ұмытпадық па? Бәрін салдық. Сенің заттарыңсыз пәтер кеңейіп қалады екен ғой. Шуың нешеде? Түнгі 3-те. Оятарды қойдың ба? Сағатты 1:40-қа, телефонды 1:50-ге, 2:00-де әуежайдан телефон соғып оятады. Қатты дайындалыпсың ғой. Оған қоса, мынаны ішіп алам. Бұл не? Қуаттандырғыш. Ұйықтатпайтын эликсир. Бұны ішіп алсаң, өзіңді сергек сезінесің. Жұмысқа деген қабілетің арта түседі. Ең бастысы, мүлдем ұйқың келмейді. Ұйықтамасаң оятарды неге қойдың? Сақтықта қорлық жоқ. Жарайды. Мен онда осында ұйықтаймын. Оятардың менде шаруасы болмасын. Ербол, ұйқыдан шаршамайды екенсің. Ерте тұрған еркектің арысы артық болады. Бәйбіше. Ертең балыққа барам, заттарын жинап берші. Қабырғаңнан қорықпайсың ба? Заттар жинауға ерініп тұрмын десеші, сылтауратып. Шынымды айтсам, 2 күн ұйықтай алмай жатырмын. Әрине, үйде түк істемейсің, шаршамайсың, шаршамағаннан кейін қайдағы ұйқы болсын? Енді қалай ұйықтайым? Мен болмасам қайтесің. Мына дәрі іш. Бөле, бұл не бәлі? Бұл дәрі ішсең 1 тәулік бойы ұйықтайсың. Тәтті рахаттанып. 1 тәулік? Жоқ, ішпеймін. Неге? Ертең үйге керім келеді. Көруім керек. Қайда келдің? Хуан Карлостың келіні. 77 бөлімін көрдім. Тоқы түрінде ұйықтамайым. Болмайды. Сенде. Іш бар. Тұр, бұл. Тынысың қазір біраз. Жанель, Не болып қалды тағы да? бері келші. Сәт сапар қызым. Рахмет, ұйқыңыз тәтті болсын. Біздің жігіттер, керемет жігіттер. Біздің
Keremet'in jigitler. Keremet jigitler. Apa, ne isteyip жүрсің? Қолым қышыпты. Ада шуғым кетті. Күндіз жумайсыз ба? Ұйқым қашып кетті. Не o? Шеш. Нені? Шеш. Қош апа. Шеш. Қош. Кірмеп кетіпті. Ой, апа деймін. Шеш. Сағат 5 қой. Сен не бармайтын болғансың ба? Қайда? Атырауға да. Сағат неше? 5. Sen әлі үйдесің ба? Оятқыштардың бәрін қойған едік қой. Телефон, ұялы телефон. Әуежайдан хабарласу керек еді ғой. Апа, қойшы. Құжаттардың бәрі менде. Апа, Жанел, қош. Өзің айтпақшы, ерте тұрған әйелдің бір рейсі артық. Уайымдама. Келесі рейске үлгіресің, түскі сағат 3-те. Ой, не айғай, не болып қалды? Жанел, рейске ешім қой. Тағы бір түс орынды алды. Қайрыңғалыған. Ай, жігіттер. Қойсай. Рейс нешеде? 3-те. Сенімен қоштасайын ба? Әлде түсте көрісіп қаламыз ба? Ұйықтап қалмай әйтеуір. Ұйқым қанды. Оған қоса, нақ қуаттандырғыштың екеуін ішіп алам. Қуаттандырғыш. Қуаттандырғыш. Бес минут тынып тұру керек. 5 минут. Егерде қабырғаңызды сындырып алсаңыз, сынған жеріне ағаш қойып, оны орамалмен немесе битпен орау керек. Көтер аяғыңды. Көтер. Не үшін? Жуып жатырмын ғой, көрмей тұрсың ба? Осы күні бүгін 7 рет жудың ғой. Енді сен ары бері шаңның бәрін көтеріп жүрсең қайтам. Баршы, дематшы. Әйкен біла шкаптың маған артын көтеріп жібер. Маған ауыр көтеруге болмайды. Маған ауыр көтеруге болмайды деймін. Қашаннан бері? Осы сен түс көре бастағалы. Құрып кетті. Мына дәрінің маған көмегі де тимейтін болды ғой. Мәссаған, қиын болды ғой. Мүмкін екеуін ішесің? Екеуін ішіп немене құрып кетсін дейсің ба мені?
Болды ма, бітті ғой. Жоқ, сақ. Қайырлы таң. Ой, күн дегенім ғой. Мә, апа. Қалай мен қайтадан ұйықтап қалдым? Көзімді 2-ақ минутқа іліп едім. Көз деген кәсіпкерлік сияқты. Жабу оңай, ашу қиын. Апа, 1 минут. Қазір. Алло, сәлеметсіз бе? Сіздерде бүгін Атырауға рейс бар ма? Жоқ. Бұрынға қоя салыңыз. Иә. Рахмет. Апа! Көрдің бе апамды? Нәй. Құдайың сақтады ба? Ассалаумағалейкум, жездеке. Сіз немене дайын емессіз әлі? Байқосашы. Қалай, амансыз ба? Әзірше аман. Әзіршеңіз қалай? Жай айта саған деймін. Қане жездеке? Тездетіңіз, кеттік. Сазандар күтіп тұр. Бүгінше бармай қойса қайтеді. Көңіл күйім болмайды, ауып тұрған сияқты. Әсіресе мен қабырға жақтарым маза бермейді. Кеше, телефонмен сөйлескен кезде уәде беріп едіңіз ғой. Иә, барам деп. Немене қартаяйын деген сіз ау деймін жездеке. Сандырақтай бастапсыз. Ол жұқпалы ауру. Жарайды, шынымды айтайын. Ана Разия түс көріпті. Түсінде мен қабырғамды сындырып алыппын. Соның түсі орындалып кете ме деп, үйден шықпай отырған ғой. Айттым ғой сандырақтай бастадыңыз. Жездеке. Жоқ кетпей тұрған кезде мен қашайын. Ендеше, сізге сазан жоқ. Мен оны өзімнің қалампырыма берем. Жездеке. Жанел! 3 сағаттан соң рейс емес пе? Кешігесің ғой. Сәл көзімді іліп алайыншы, кешік. Ұйықтайтын болсын, не үшін киініп алғансың? Кешіккенде киінуге уақыт кетірмес үшін. Тәс! Шал! Тамақ ішесің ба? Болмайды. Жүру мен үшін қауіпті. Ай, сені жын қаққан ба? Ол жай ғана түс қой. Оған сенбей қой. Иә саған, түсін бекер емес. Қызыл көйлек киіп
toyga barat debenler, ana kudalar ketdi. Kuda şay tөгөt deben töktü. Janel keşigem debet. Ana yesinci neyim ayal jatır. Endi sınbagan men kabırgam kaldı. Sonduktan renjime. Tamak işlem dep kabırgan sındırasın jayım yok. Kabırgan sınganга дейін бile қозғалмайсың ба? Ya gerek bolsa. Уақыт кетірмей-ақ, қазір-ақ онда сындыра салайық та. Жанель! Жанель! Жанель, тұр деймін. Жанель! Жанель, тұр! Құрметті жолаушылар, Астана Атырау бағытындағы ұшақ ұшқалы тұр. Өз орындарыңызға жайғасуларыңызды өтінеміз. Құрметті жолаушы Жанель, өз орныңызға отырыңыз. Алло? Әуежай ма? Иә, мен ғой. Жанелдің күйеуі. Сіздерде Атырауға тағы да рейс бар ма бүгін? Рахмет. Ас болсын. Sonça tamak istegen ne? Өзімді сондай сергек сезініп тұрмын. Қаш! Қышымды қар. Таусылар емес. Қуатым қойныма сыймай тұр. Көрініп тұр. Жей қой. Сенің жақсы көретін асың жей қойшы. Қойып тұрман. Жей қой. Жанель! Тұрдың ғой әйтеуір. Ұйқыдан шаршаған жоқсың ба? Шаршадым, қатты шаршадым. Сондықтан тағы Жанель! Жанель! Манты қалай? Ұнай ма? Törəmət bapta. Тағы салып берейін ба? Oldu, toydum, sığmaydı. Көңіл сыйса бәрі сыяды. Түсірші мені. Karnım toyup betti sızdap. Бас киіміңді алып тастайын ба? Жоқ! Қабырғамдан қорқып тұрмын, сылып қалама деп. Tadarс! сағат неше болды? 7. 7? Қайда шықтың? Атырауға Рейс нешеде? 6-да. Ұшақты қуып жетейін деп пен? Үлгірем, Атырау 1 сағат артта ғой. Ұшақтар Атырау уақытымен ұшатын болған ба? Демек мен қайтадан кешіктім. Уайымдама. Мен басқа рейске тапсырыс беріп қойған. Шын ба? Онда мен кеттім. Қайда? Ұйықтауға. Ұйықтауға емес, Атырауға барсаңшы. Бесақ. Yaman.
түсіндік. Біз кетсек көңіл күйіміз көтеріледі екен ғой, иә, түсіндік. Ет жесең тісіңе кіреді, жемесең түсіңе кіреді. Осы түс жайлы айтпай қойса қайтеді, а? Қойдың басы, құданың асы. Рахмет, құдағи. Құдағи, сізге жан бас. Рахмет. Керемет. Аман саған қабырға. Күнне досқа, келер басқа. Мен қабырған сынып, ауруханаға жатсам, тамақтаситын сен болдың. Дұрыстап мұжы, әйелің сұлу болады. Сен де дұрыстап мұжы, жұрттан қалмайық. Айтпақшыдай, жаның атырауға жетті ме екен, а? Ойбай. Құдай не болды? Ойбай. Ауырды ма? Ойбай. Не болды? Міне ағым. Сау сияқты. Міне жағында. Сау емес. Күшіміз орындалмады ғой. Адамдар, ой. Сынған қабырға міне. Сонда түсімдегі қабырға жай ғана қойдың қабырғасы болды ма?